Сәлем достар, қалайсыздар, жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгін мен сіздерге ши құрақтың жасалу жолдарын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар, ал кеттік. Бізге керекті заттар: ені 3,5 см болатын 4 түрлі матовый билюр, шыт, мата, сызығыш, қалам, қайшы және тігін машинасы. Ең алдымен шыт матамыздың екі қырын бір-біріне қосу арқылы дәл ортасын анықтап аламыз. Шыт матамызды тігін машинасына қойып, қызыл матовый билюрдан ені де ұзындығы да 3,5 см етіп қырқып аламыз. Сөйтіп дәл ортасына орналастырып жегін бір тігіп аламыз. Матовый билюрымыздың оң жақтағы қыры мен лапканың оң жақтағы қырының дәлме-дәл дұрыс келуін қадағалаймыз. Қызыл матовый билюрдан кейін мен ақ матовый билюрды тіктім. Лентамыздың түгін қарауды ұмытпаңыздар. Оң жатуы керек. Ленталардың түстерінің бір-біріне үйлесімділігін қарай отыра, бірінен кейін бірін тігіп шықтым. Дәл осылай 5 қатар тігіс тігіледі. Бес қатар лентаны тігілгеннен кейін жегін бекітіп тігіп шығамыз. Артық матамызды қиып алып тастаймыз. Достар, мен осындай көлемі үлкен ши құрақ жасап шығардым. Өте оңай жасалынады. Менімен бірге жасаңыздар. Егер де менің каналым сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып тіркеле кетіңіз. Менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.